Қайырлы күн, каналыма қош келдің. Апта сайын жаңа рецепттер мен мастер-класстар шығады, сол себепті подписаться етуді ұмытпа. Шынымды айтсам, мен бұл тағамды бірінші рет пісіріп тұрмын, бірақ дәмі өте дәмді шықты. Құрамын осы видеоның астына жазып кетемін. Алдымен кастрюльге суымызды құйып қайнатып қоямыз, және де сковородканың астын қыздырып қояйық. Тауық филесін алып, видеодағыдай соломкалап тураймыз. Сковородкамызға майымызды құйып, филемізді қуыра береміз. Бұл рецептте біз барлық көкөністерді де, етті де соломкалап тураймыз. Бұл рецепті мен өзім ойдан шығардым, шыны керек. Сіз бұл рецепті өзіңізге ыңғайлы етіп өзгертсеңіз болады. Ыңғайлы деген себебім өзіңізге ұнайтын көкөністерді қоссаңыз болады. Саңырауқұлақтарды да видеодағыдай соломкалап турап аламыз. Сковородкаңызды араластырып тұруды ұмытпаңыз. Етімізді қуырып болған соң, жанына саңырауқұлақтарды салып бірге қуырып аламыз. Саңырауқұлақ пен тауық қуырылғанша мен барлығын әдемілеп турап дайындап қойдым. Саңырауқұлақ пен тауығымызды кішкене қызартып қуырып алып, жанына жуамызды салып қуырып бастаймыз. Лапшамызға да кезек келді. Менде мына 2 таяқша 4 порцияға арналған. Әр лапшаның сыртында өзінің қанша минут қайнау керектігі жазылып отыр, менде 5 минут. Лапшамыз қайнағанша қуыруды жалғастырамыз, араластырып тұрамыз обязательно. Жуамыз қуырылған соң, қалған көкөністердің барлығын саламыз. Жақсылап қуырып, араластырып тұрамыз. Лапшамыздың пісуіне 5 минут бар, сол себепті сковородкадағын барлығын 5 минутта бітіруіміз қажет. Сковородкаға 100 мг суды құямыз. 100 мг соевый соус. 2 ас қасық бал салып араластырамыз жақсылап. Лапшамыз дайын болды, суын төгіп сковородкаға қосамыз. Жақсылап араластырып, көк жуамызды да қосамыз. 1-2 минуттай жақсылап араластырамыз. Біздің лапшаға мына соусымыз сіңу керек. Лапшаны ұзыннан алып, бұрмалап, әдемілеп салсаңыз, дәмді көрінеді. Лапшаның үстіне көкөністерді де әдемілеп салуды ұмытпаңыз. Және де бетіне кунжут себіңіз, ол бір ерекше дәм мен әдемілік береді. Осымен удон лапшасы дайын. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Егер де видео ұнаса, міндетті түрде пікіріңізді қалдырып кетіңіз. Және де каналыма жазылуды ұмытпаңыз, себебі менде апта сайын жаңа рецепттер мен мастер-класстар шығады. Сіздермен болған Гүлфара Жақып. Кездескенше қош сау болыңыз.